Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті апке-сіңлілер мен қыз-келіншектер. Мен көптен бергі үзілістен кейін Инстаграм мен Ютубқа қайтадан видео рецепт салып бастадым. Бүгін сіздерге оңай дайындалатын, сұлтан печеньеден жасалатын, миксерсіз, таразысыз, тіпті духовканың көмегінсіз жасалатын оңай пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Бағасы да арзан, қолжетімді, өте дәмді пирог болып шығады. Ең алдымен печеньені ашып, бір ыңғайлы ыдысқа салып, осылай жайғастырып аламыз. Содан соң крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін жарты стакан суға 50 грамм крахмалды, яғни жүгері крахмалын саламыз. Салқын су болу керек міндетті түрде. Крахмал әйтпесе ерімей қатып қалуы мүмкін. Салқын суға салып, қасықпен араластырып, осылай ерітіп аламыз. Келесі кезекте жылы немесе салқын піскен сүтті отқа қоямыз. Ыстық болмау керек сүт. Сосын үстіне 6-7 ас қасықпен қантты саламыз және де сместі құйып, газге орташа отқа қойып араластырып тұрамыз. Содан соң бір қайнағаннан кейін тоқтатпастан асты жабысып қалмау үшін араластырып тұруымыз қажет болады. 15 минутта менде крем дайын болды. Осылай көбірек тасыған сайын қоюлана түседі. Тоқтатпай араластырып аламыз. Тағы да 3-4 минут. Содан кейін дайын болады. Кремді суыту үшін қойып қоямыз. Немесе суытпай ыстық күйінде де қойсаңыздар болады. Содан соң печеньелерді салып, үстіне кремді, келесі слой печеньелерді салып, осылай рет-ретімен 4 қабатты тортты жинап аламыз. Содан соң ең үстіне печеньемізді үгітіп қолыңызбен әрлеп алуға болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сенің алдағы уақытта түрік, өзбек асханасынан, ұйғыр асханасынан керемет рецептермен бөлісуге дайынмын. Сол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар. Тортты жасап жатсаңыздар ас болсын, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.